Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қуырылған картоп немесе тіске басар жасаймыз. Өте оңай жасалатын тағам. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Менде майда жеті картоп, негізі үлкен 2 картоп болса да болады. Пісіріп алынған суға. 2 столовый ложка крахмал, одан кейін жарылған жұмыртқа бір, ұн керек, сосын бұрыш пен тұз керек, дәміне қарай соны қосамыз. Картопымызды мыжып аламыз. Жақсылап мыжып алғаннан кейін тұзымызды саламыз. Бұрышымызды саламыз. Күкіртек крахмалымызды саламыз, 2 ас қасық. Домалақтап алған картоптарымызды жұмыртқамен ұнға домалатып аламыз. Домалақ картопымызды бірінші жұмыртқаға домалатып аламыз. Одан кейін ұнға домалатып аламыз. Айналдырып. Ұнға домалатып алған картопымызды осындай наншолпының көмегімен формаға келтіреміз. Басып, сосын жайлап төңкеріп алып, доскамызға қоя береміз. Осындай форма болады. Осылай картоптарымыздың бәрі ұнға аунады, осылай формаға келтіріп дайындап аламыз. Сосын қуырамыз майға. Жайлап қызып тұрған майымызға саламыз. Бірінші бір бетін астың жағы қызарып піскенше ұстаймыз да, кейін екінші бетін айналдырып шығамыз. Ешқандай да үзіліп, шашылып кетпейді, өйткені сыртында жұмыртқа ұн болғаннан кейін картоп шашылмайды. Осындай қып-қызыл болып піседі. Міне біздің картоптарымыз пісті. Қып-қызыл болып. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазыңыздар.